Баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгін сіздермен бірге дәнектерді жуып кептіру жолын көрсетемін. Ең алдымен осы өрігімізді жақсылап ыстықта суымызға жуып аламыз. Сөйтіп осылай қағазымызға төсеп қоямыз. Енді келесі қара мейізімізді осылай ыстық суға жуып аламыз. Ішіндегі микроб бүкіл өледі. Төмен оны да осы қағазымызға жайып қоямыз. Енді келесі жаңағымызды осылай жуып аламыз. Міне қап-қара кірлері шығып жатыр. Қолмен ұстаған микробтардың барлығы осылай кететін болады. Енді оны да қағазымызға төсеп, духовкамызға 15-20 минутқа қойып аламыз. Міне дайын болды. Түрі де әдемі болып шықты. Осылай әркім ұсталынған қолдар болсын, микробтар болсын, осылай жуып кептіріп өзіміз қолдана берсек болады.